Сәлеметсіздер ме, менің құрметті оқырмандарым. Жалпы мен қазақ тіл грамматикасы жайлы тегін ақпарат беруге тырысып видео түсіріп жүрмін. Егер жақсы қаралым болатын болса, мен тегін басқа да ақпараттарды түсіндіретін боламын. Енді бүгін біз жалпы қазақ тілінің тарихы жайлы тоқталғым келіп тұр. Жалпы өзі әлемде дейді 5651 тіл бар деп болжайды. Соның ауызша және жазбаша дамуы 600 тіл ғана екен. Сол 600 тілдің ішінде 200 тіл ғана мемлекеттік мәртебе алған екен. Сол 200 тілдің ішінде сөйлеушілер жағынан қазақ тілі 70-ші орында алады екен. Ал тіл байлығы жағынан ондықтың ішіне кіреді екен. Қазақ тілі мәртебесі бізге 1989 жылдан бері берілді. Ал қазақ тілі туралы заң 1997 жылы қабылданды. Ол 6 тарау 27 баптан тұрады. Қазақ жазуының тарихына тоқталып кететін болсақ, бірінші кезең 5-9 ғасырды қамтиды. Ол Орхон Енисей жазуы. Өздеріңіз білесіздер, Орхон Енисей тасқа қашалған жазулар, иә? Ал екінші кезең 9-15 ғасыр ұйғыр жазуын қамтиды екен. Ал үшінші кезең 15-20 ғасырды қамтиды, ол араб жазуы. Осы жерде тоқталып кететін болсам, араб жазуында 24 әріп бар. Бұл жерде Абайдың қара сөздерін хатқа түсірген Мүрсейіттің осы араб жазуын қолданған Әбілқайыр хан, Шоқан Уәлиханов, сонымен қатар Махамбет Өтемісұлы осы төте жазуды қолдану арқылы хат алысқан екен. Ал енді төртінші кезең ол 29 және 40 жылдарды қамтиды. Ол латын жазуы. Бұл бір 11 жыл ғана қолданыста болды. Енді 5-ші кезең 1940 жылдан бастап, міне бүгінгі күнге дейін біз кириллицаны қолдану үстіндеміз. Яғни орыс графикасын қолданамыз. Мұқият қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер жақсы қаралым болатын болса, мен ертең тағы да басқа ақпараттарды тегін үйретемін.